Көлшік маңындағы көгалда бақа мен кірпі бір-бірінің түрін көріп қайран қалысыпты. Көзі бадырайып, жүрегі лүпілдеген бақа тұла бойың түгел тікенек, не деген тұрпайысың, депті кірпіге. Бақаға батпай бұйығып тұрған кірпі өзгелердің көзінше тұла бойың тыртиып, жалаңаш жүрген сенің түріңде келісіп тұр екен. Түріңді көргенде денемнің түршіккенін көрсең, деп тікенектерін тікірейтіп тұмсығын тыжырайтып күліп жіберіпті. Екі аяғымен жер тіреп, еңсесін көтеріп, көлбақа іштей сескенсе де, есесін жібергісі келмей осы көкмайсаға бір аунамай, өмір бойы тікенек арқалаған тіршілігін құрысын. Депті көмейі бүлкілдеп, бұт борбайыңды шөпке жырғызып, жалаңаш жүрген сенің тіршілігін құрысын. Депті кірпі тікенек арқасын шөгірге үйкөп қойып. Бақа сол тікенек өзіне қадалғандай қаймығып, былай деп бақылдай жөнеліпті. Жан сая деп білгенім, жалғыз ғана көл менің. Жап жалаңаш жүргенім, жай мәнісі сол менің. Жалынайын мен кімге? Жан қысылса әрдайым, суға дереу сүңгуге. Жалаңашпын даптайын. Бақа жайын түсінген кірпіде қыртысы жазылып, тіл қатыпты. Бар шыныңды бүкпеген. Мен де сенің өзіңдей. Біреу көрсе, бүктелем. Өлі тірім сезілмей. Домаланған тікенге. Көзі барлар жолар ма? Көне қоймас екемге. Мен бір жатқан шоңайна. Жыланды да жабысып, жылжытпаудың ебі осы. Қамшыласы алысып, қан болат денесі. Кірпі соны айтып, жылан ұстағандай жиырыла қалыпты, бақа шоп етіп суға сүңги жөнеліпті.